Армысыз, қазақ елі. Қазақ халқының салт-дәстүр арнасына қош келдіңіз. Атам қазақ кімнің баласысың емес, қай елдің баласысың демекші. Бүгін біз белгілі ғалымдардың этникалық зерттеулеріне сүйене отырып, қазақ шежіресіндегі орта жүз туралы, орта жүзге қай ру тайпалар жататыны туралы бірнеше нұсқаларын, және де әр рудың пайда болу тарихына шолатын боламыз. Өз тегін білу әрбір қазақ азаматының парызы. Бұдан шығатын басты құндылықтардың бірі қанның тазалығы, яғни ол ұлттың тазалығына әкеледі. Сондықтан арнамызды қолдап, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Орта жүз. Қазақстан жерінің табиғи жағдайына, оны мекендейтін тайпалардың этникалық, шаруашылық ерекшеліктеріне және саяси-экономикалық жағдайына байланысты 16 ғасырдың басында орта жүз қалыптасты. Оның құрамына Арғын, Қыпшақ, Найман, Қоңырат, Керей, Уақ тайпалары кірді. Оған қыздан туған Тарақтыны қосып 7 арыс ел атанды. Бұлар қыста Сырдария, Қызылқұм, Қаратау, Мойынқұм өңірлерінде, Балқаш көлінің солтүстігінде, жазда Тобыл, Есіл, Нұра, Торғай, Ертіс, Сарысу өзендерінің салаларының алқабында, орталық Қазақстанның кең байтақ далаларында көшіп қонып жүрген. Орта жүздің территориясы оңтүстікте Сырдарияның орта ағыс алқабындағы және Орта Азия өңіріндегі отырықшылық жағдайда егіншілігі өркендеген көне мәдени орталығымен. Солтүстікте Ресей иелігіндегі жерлермен шектелген. 16-17 ғасырда Қасым, Ақназар, Тәуекел, Есім, Тәуке хандардың қарауындағы қазақ халқының орта жүз тайпалары болатын. Билеуші топтың билікке талас салдарынан 18 ғасырдың басында орта жүздің ішінде тек Сәмеке және Күшік хандар өз алдына жеке хандық құрды. Барақ пен Әбілмәмбет сұлтандардың қол астындағы ел өз алдына ерекшелене түсті. Осы хандар мен сұлтандар арасындағы өзара қырқыс орта жүз қазақтарының бір орталыққа бірігуіне кедергі жасады. Осындай жағдай ұлы жүз бен кіші жүзде де орын алды. Бұл Ресейдің колониялық түп мақсатына жетуге, яғни қазақ жерін иемденуге қолайлы жағдай туғызды. Ресей жоңғарларға көмектесіп, оларды қазақтарға айдап салды. Бұл қазақ халқының тарихындағы ауыр кезең болды. Жоңғар шапқыншылары Қазақстанның оңтүстік-шығыс аудандарына басып кіріп, Талас өзенінің алқабына дейін жетті. Қазақ халқы үшін бұл күтпеген оқиға болды. Қыстан күйзеліп шыққан ел енді ғана жайлауға көшкелі жатқан болатын. Жоңғар әскерлері халықты жаппай қырғынға ұшыратып, бар мүлкін тонап, малын айдап кетті. Дәл сол кезде шабуылдан қорғанып, жауға тойтарыс беретіндей мүмкіншілік болмай қалды. Тоз-тоз болып босқан қазақ ауылдары Сырдария өзенінің сол жақ бетіне өтті. Орта жүз бен ұлы жүз қазақтарының бір бөлігі Шыршық өзенінің ар жағына шығып кетті. Жаудан қашқан қазақ елінің біразы Алқакөл маңынан Бұхар мен Самарқанға қарай ағылды. Ұлы жүз бен орта жүз қазақтарының арасында бұл оқиға Алқакөл сұлама деген атпен белгілі. Ал кіші жүз қазақтары Сауран қаласын айналып, Сауран айналған деген аты осыдан қалған. Қазіргі Шиелі, Қызылорда тұсынан Хиуаға қарай беттеді. Туған жерінен, атамекеннен, ағайын туыстарынан айырылған халық осы қиын қыстау кезеңді Ақтабан шұбырында Алқакөл сұлама деп атап кеткен. Бұл зар заман халықтың аузында елім-ай сынды мұңды ән қалдырды. Қаратаудың басынан көш келеді, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді. Қарындастан айырылған жаман екен, қара көзден мөлтілдеп жас келеді. Мына заман қай заман, қысқан заман, басымыздан бақ дәулет ұшқан заман. Шұбырғанда ізінген шаң борайды, қаңтардағы қар жауған қыстан жаман. Мына заман қай заман, бағы заман, баяғыдай болар ма тағы заман. Қарындас пен қара орыннан айырылған соң көздің жасын көл қылып ағызат деп тебіренді халық. Жоңғар басқыншылары қазақ хандықтарының қарамағындағы Ташкент, Түркістан, Сайрам қалаларын басып алды. Бұл жағдай халықты көшпелі шаруашылыққа қажетті қолөнер бұйымдарын алатын орталықтан айырып, елдің экономикасына үлкен нұқсан келтірді. Бұл аудандардағы егіншілік мықтап құлдырады.
Босқан халықтың жағдайы тым ауыр болды. Жұрт жолшыбай шөптің тамырын, қайыңның қабығын жеп күн өтті. Әйелдер, балалар мен қарттар ауыр жолдың азабына шыдамай, аштан қырылды. Шоқан Уәлихановтың жазуы бойынша бұл қазақ халқының өміріндегі сұмдық ауыр кезең болды. Жоңғарлар, Еділ бойының қалмақтары, жайық қазақ орыстар мен башқұрттар тұс-тұстан қазақ ұлыстарын талқандап, малдарын айдап әкетті. Отбасыларын тұтқынға алды. Қыстың суығы, жұт пен аштық күйзелісті күшейте түсті. Орта Азия жеріне келген қазақтар онда қолайлы мал жайылымын таба алмады. Бұхар, Хиуа хандары бұлардың ауыр жағдайын пайдаланып, қазақтарды жаппай құлдыққа ұшыратқысы келді. Бұған қарсы шайқаса отырып, қазақ қауымы енді батысқа, солтүстік батысқа, яғни Ресей шекарасына қарай ығысты. Жұрттың алдыңғы шебі жем, жайық, елек, ор, ойыл өңірлері алқабына жетіп тоқтады. 1723-1725 жылдары жоңғарлар қазақ хандықтарының бұл аудандардағы егіншілігін мықтап құлдыратты. Шәкәрім Құдайбердіұлының шежіресінде Аристов сөзінше сол ауғанда ұлы жүздің қанлы, Дулат деген тайпалары қалмаққа қарап қалды дейді. Қалмақпен көбіне ұрысқан біздің орта жүз еді. Қазақтар үш бөлінердей күніміз туса, тыныққан соң жиналып, қалмақтан ата қонысымызды алайық деп уағдаласып тарасады. Қалмақтың осы зорлығынан ауып, ішкері орысқа жақын отырғандар, барғандар, қалмақтан құтылуға орысқа қарамақ болады. Мұнан кейін ұлы жүздегі Әбілмұхаммед хан тамам қазаққа хабар айтып, жиылып, қалмақпен соғыспақ болады. Сол кезде Абылай хан жас бала кезінде ұлы жүзге келген кезі еді. Оның мәнісі мынау. Есім ханның баласы Салқам Жәңгірдің, Жәңгір хан, қалмақтың ханының қызынан туған баласы Әз Тәуке еді. Салқам Жәңгірдің Үргеніштегі Ғайып ханның қызынан туған Уәлибақи деген де баласы бар еді. Жәңгірдің орнына Әз Тәуке хан болғанда, Уәлибақи хандыққа өкпелеп, Үргеніштегі нағашысы Ғайып ханға кетіп қалған. Уәлибақидің баласы Абылай деген бек мықты болып, жекпе-жекке шыққан батырларды өлтіре берген соң қанішер Абылай атанады. Оның баласы Көркем Уәли, оның баласы Әбілмансұр, біздің хан Абылай дегеніміз осы Әбілмансұр еді дейді. Қазақ халқы қорлыққа шыдамады. Ұлы жүздің қарт ханы Әбілмұхаммедтің шақыруымен 300-дің қазақтары жиылып, бойындағы бар күшін жиып, жоңғар басқыншыларына қарсы ерлік күреске жаппай аттанды. Бұл жорық халқымыздың бостандық пен тәуелсіздік жолындағы әділетті шайқас, отан соғысы болды. Оған кіші жүз ханы Әбілхайыр басшылық етті. Бұл отан соғысына Әбілмансұр, Абылай хан қатысып үлкен ерлік көрсетіп халықтың көзіне түсті. Әдепкі шайқас 1728 жылы Шұбар теңіз көлінің маңында, Бұланты өзенінің жағасында қазақ жасақтары жоңғар әскерлеріне күйрете соққы берді. Қазақ жасақтарының жоңғар басқыншылығына қарсы жүргізген азаттық қозғалысының белгілі екінші кезеңі 1729 жылы немесе 1730 жылы 300 қазақтары тізе қосып, Әбілқайыр хан бастаған қазақ жасақтары Балқаш көлінің оңтүстігіндегі Аңырақай деген жерде жоңғар басқыншыларына ойсырата соққы береді. Осы шайқастың нәтижесінде кіші жүз бен орта жүз жерінің едәуір бөлігі азат етілді. Аңырақай шайқасы өз халқының азаттығы жолында күрескен әскерлердің әрқашанда рухани жағынан басым болатыны дәлелденді. Аңырақайдағы жеңістен кейін халық Абылайды хан сайлады. Елдің бірлігінен, халықтың амандығынан жеке басының мүддесін жоғары қойған Әбілқайыр хан мен тағы басқалар Абылайды хан сайлағанына өздерін елеусіз қалғандай сезініп, ренжіп, жоңғарлардан қазақ жерін түгел азат еткенше соғыспай жасақтарымен соғыс алаңын тастап кетіп қалды. Билеуші таптың осындай елдің қамынан жеке бастарының қамын жоғары қоюларының соңы ақыры қазақ елін Ресейдің боданына айналдырды. Мәшһүр Жүсіп өз шежіресінде барша орта жүз 6 арыс ел әулетін қожалар есімінен солардың шарапатынан таратады. Шежіреде ол дерек былай баяндалады. Жанарыстың 2 қатыны болыпты. Бірде-бірінің пұшпағы қанамай, бізге күн көру қайда, жас иісті баланы-ай деп зарығып, қамығып жүрген күндерінде ойламаған жерде 6 қожа кез келіп қона қалыпты. Ой, Құдай-ай! Берді ғой бала беретұғын,
әулиелер келді ғой, сыйынбасам маған серт, қолдамасаң саған серт, сарт болсаң садағам кет деп 6-ына 6 қой сойыпты. Кір қолдарыңды жуыңдар, аттарыңды тынықтырыңдар. Осы қойлардың етін жеп таусымай жібермеймін деп. Сонда қожалар мұның шын құлап, ықылас қылған пейіліне риза болып, осы 6-ымыз да атымызды бердік, 6 ұлға ат болсын деп баталарын беріпті. Аттары Қарақожа, Аққожа, Ақтамберді қожа, Дара қожа, Есімқұл қожа, Қасым қожа. Сонан соң қатындары буаз бола бастап, бәйбішесінен 4-еу, тоқалынан 2-еу туыпты. 6-ына 6 қожаның атын қойыпты. Бәйбішеден туған 4 бала Қарақожа, Аққожа, Ақтамберді қожа, Дара қожа. Қарақожадан Арғын, Аққожадан Найман, Ақтамберді қожадан Қыпшақ, Дара қожадан Қоңырат. Тоқалдан туған Есімқұл қожа, Қасым қожаның біреуінен Керей, біреуінен Уақ. Орта жүзге Арғынның апасынан туған Тарақтыны қосылып, 7 арыс ел атанған деп баяндалады. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының орта жүз тайпаларының шығу тегі жайлы жазғаны шындыққа жанаспайды. Себебі, ол ешқандай құжаттармен дәлелденбеген, қожаларды дәріптеуден пайда болған аңыздың бір түрі. Олай дейтініміз, орта жүз тайпалары қазақ жеріне арабтар, қожалар келмей тұрғанда тарихтан орын алған белгілі тайпалар. Орта жүзді оның құрамына енген ру тайпалардың басын біріктіріп, жалпылама түрде орта жүз арғын деп айту дәстүрі де бар. Мұнда да көп ру тайпаның ішінде біреуінің ерекше аталуы тарихи даму барысында оның өзін ұйытқы, көсем, арыс ретінде көрсете білуіне және көптігіне байланысты болса керек.